сәлем, құрметті оқырмандар. Біз сіздермен осы тышқан аяқ киімнің тоқылу жолын үйренетін боламыз. Өте оңай. Бұл жерде мен табанға тоқығанмын, ал мастер-класста табанды қолдан тоқып, сол жерге тоқитын боламыз. Өте әдемі тышқан шығады. Мен мынау жібіміз Ярнард Супер Перли. Сондай шығар. Қате оқысам кешіресіздер. Осы жіпті қолданатын боламыз. Метрі 100 граммда 400 метр. Бұл жіпті біз 2 қабат қылып тоқитын боламыз. Бұл жерде менде сұр түсі қалмады, сондықтан осы жіпті көрсетіп тұрмын. Осы жіптен осындай шығады, өте әдемі. 2 қабаттап тоқимыз, сонда қалың. 1 қабат болса, онша әдемі шықпайды. Негізі осы аяқ киімнің көзінің сәні, осы мұрны, көздері ғой. Былайша қор өзі онша емес. Қарапайым осы табанның тоқылу жолын көрсететін боламын. Осындай табан іздеп әуре болмайсыздар. Бізге керегі осы жіп және сұр түсті. Менде сұр түсінің осындай қағаз жоқ екен, сондықтан осы түсті көрсетіп тұрмын. Осындай шығады. Крючок номер 3-ші крючокты қолдансаңыздар болады. Және де қайшы жіпті кесуге осындай маркерлер керек болады. Немесе өзіңіз жіптермен белгілеп алсаңыздар да болады. Сәттілік. Ілмек іліп шығамыз. Он, 11, 12, 5, 16, 17. Тағы 2 ілмек аламыз. Жаңа 17-ші алған ілмектен осылай жай іліп аламыз. Бірінші 17-ші ілмектен осылай кіргіземіз. Аламыз. Без накида әдісімен ілмекті солай іліп шығамыз. Ілмегіміз екінші. Іліп болдық. Енді полстолбик накида, яғни жартылай іліп аламыз. Крючокқа жіпті осылай орап аламыз. Керегімізден өткіземіз. Жіпке крючогымызға жіпті осылай орап аламыз. Және тағы да крючокқа жіпті ораймыз. 3 ілмектен шығаратын боламыз. Осылай шығарамыз. Бұл полстолбик накида болады. Арғарай столбик накида. Столбик накида аламыз. Осылай крючокқа жіпті орап аламыз. Крючокқа жібімізді іліп аламыз, өткіземіз. Тағы да крючокқа жібімізді ораймыз. 2 жіптен өткіземіз. Тағы да крючокқа жіпті орап, қалған 2 жіптен өткізетін боламыз. Осылай аяқталды. Дәл осылай осы жерге дейін тоқып шығамыз.
Енді осы мына бірінші бастаған ұяшығымыз ғой, сол жерден 6 столбик накидама ілеміз. 6 рет іліп аламыз осы бір ұяшықтан. Бұл осы табанның жоғары жағы болады. Алдық, енді екінші столбикті ілеміз. Бірінші столбикті іліп болдық, екінші столбикті ілдік, енді үшінші столбик. Айтын болсаңыздар, табан дұрыс шықпайды. Төртінші столбикті алдық, 5. Кешіресіздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ауын алдық. Енді дәл осы сияқты екінші жағында тоқып шығамыз. Дәл осыған қарама-қарсы. Осы жерге дейін столбик накидам, кейін полстолбик накида, кейін столбик без накида. Төменгі жағына дейін. Төменгі жағында табанның тағы да қосатын жері болады. Сол жерге барған соң көрсететін боламын. Дәл әр алған столбиктердің қарама-қарсы жағынан дәл солай тоқып шығамыз. Столбик накида. Қосылып кетеді. Арасына қосып, білдіртпей қосып тоқып жіберсеңіздер болады. Қысқартып алып, кесіп алып тастасаңыздар да болады. Бастаған кездегі артықша шебі. Полстолбик накида аламыз осы жерде. Жоғарғы жағынан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ал столбик без накида 7, кейін полстолбик, ары қарай столбик накидам 7 рет аласыздар. Ортада полстолбик, столбик без накида. Түсеміз. Жүріміз келеміз. Және дәл осылай соңына дейін тоқимыз. Жерімізге келіп, жаңа ауада 2 рет іліп шығарған ек қой. Дәл сол жерден 4 столбик без накида іліп аламыз. Бұл көбейетін жері табанымыздың. Ілмектен 4 рет аламыз. Қосып аламыз. Мына бірінші іліп алған
биринчи бастаган илмек менен соңғы илинген илмек экөөнү косамыз. Өрүмнен күрчөгүбүздү өткүзөбүз, жибимизди илебиз, өткүзөбүз және тагы да соңғы алган илмектен осулай өткүзүп алабыз. Сонун биринчи катарыбыз аякталды. Эndi экинчи катарда баштайбыз. Ол үчүн абада 2 илмек илебиз. Столбик накида. Бул ар карай столбик накида мадиси колдонулат. Ал баштайбыз. Дейін алтау косуп алган сол жерге дейин өзгеришсиз токулады. Ал осы жерге келгенде тагы косатын боламыз. Штативке тип кетатыр. Алтау косуп алган эк кой. Осы 6 столбиктен ар кайсысынан 2 столбик илип чыгатын боламыз. Ар кайсысынан 2 илип чыгабыз. Илип чыгабыз. Экөө илебиз. Токуйбуз. Мына косуп алган 4 косуп алдык жаңа соңунда. Сол жерден де 2 рет илетін боламыз. Сол жерге дейин осы аралык өзгеришсиз токулады. Столбиктерди. Ар кайсысынан 1 столбик алабыз сол жерге дейин. Соң бирөө алынбай, бирөө тартылып калатыр. Токкан затыбыз өтө адем чыгат. Калың болгон соң жибimiz.
бұл жерден де әрқайсысынан 2 бөліп шығамыз. Енді бірінші іліп алған ілмегімізбен соңғы ілмекті осылай қосып аламыз. Енді соңғы қатар, үшінші қатарды да оқимыз. Іліп аламыз. Да жаңағы осы жерге дейін өзгеріссіз оқимыз. 2 рет іліп алған жерге дейін столбиктерді өзгеріссіз іліп аламыз. Тағы да осы жоғарғы бөлігіне келгенде қосып алатын боламыз. Сәл өзгеше тоқылады. Жоғарғы жағына келдік. Жаңағы 6 ұяшық іліп алған, содан соң көбейтіп әрқайсысынан 2 алған едік. Енді через бірінші ұяшығымыздан 2 столбик алатын болсақ, екінші ұяшықтан біреу, келесі ұяшықтан 2 столбик, келесі столбиктерден біреу, келесі столбиктен 2, келесі столбиктен біреу. Дәл солай тоқитын боламыз. Осы көбейткен жеріміз біткенге дейін через біреуінен 2, ал келесінен біреу алатын боламыз. Бірінші ұяшықта бірінші столбигімізден 2 столбик іліп аламыз. Енді келесінен 1 столбик аламыз. 1 столбик, 2 столбик аламыз. Бір столбик іліп алатын боламыз. Ілеміз.
біреу аламыз. Сонымен аяқтадық. Дәл осы жерге жеткенше өзгеріссіз столбиктерді іліп шығамыз. Әрқайсысынан біреу. Ешқандай өзгеріссіз тоқылады. Осы жерге келгенде тағы да көбейтетін боламыз. Қалай береді. Дәл жоғарғы бөлігіндей бір ұяшықтан екеу, келесі ұяшықтан біреу дәл солай алатын боламыз. Бірінші ұяшығымыздан екеу аламыз. Көбейген жеріне келдік. Бірінші ұяшықтан екеу, бір столбик. Келесі ұяшықтан екі столбик. Бір столбик аламыз. Болды. Осындай әдемі табан шығады. Бұл 1,5 жастан 2 жасқа дейінгі балдарға келетін табан. Өздеріңіз қалағандай өлшемде тоқсаңыздар болады. Ол үшін біз 17 ілмегін алдық қой. Кішкентай табан болса 15-20 ілмек алып тоқсаңыздар болады. Табанымыз дайын болды. Өте әдемі шықты. Енді жоғарғы бөлігін тоқитын боламыз. Ол енді келесі видеода. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңыз үшін рахмет.